Енді айнаға қараудың үкімі не дейді? Айнаға қарау бола ма дейді? Айнаға қарап өте жақсы дейді, сүннет дейді бұл. Айнаға қарай беру жақсы екен негізі. Жақсы ма? Енді ер азаматқа жараспайды деуі мүмкін, бірақ жоқ. Сондай ғалымдар болған екен, айнасы қалтасына түспейтін. Қалтада айна тұратын және тарақ тұратын ғалымдар болған. Неге? Өйткені әрқашан айнаға қарап, шашын тарап, әдеміленіп жүрген мұсылманға жақсы екен. Сол үшін не деп жатыр? Айнаға қарау, әу филма исафи, немесе мөлдір суға қарау дейді. Айна болмаса қай қарайсың? Мөлдір суға қараймын. Суға қарап отырып, min hayatihi liyusliha min hayatihi shay'an. Өзінің дене пішімін әдемілеп, жақсартып қою үшін айнаға қарау суннатун сүннет дейді. Жақсы ма? Өте жақсы. Wa yaqulu idza nazara fiha. Және айнаға қараған кезде былай деп айтсын дейді. Айнаға қараған кезде alhamdulillahi allazi, Аллаға мақтаулар болсын, сауа халқи фааддаlahu, менің жаратылысымды әдемілеп жаратқан, фааддаlahu, және оны теңестірген. Қандай керемет жараттың Алла. Қолым әдемі, аяғым әдемі, денем әдемі, басымды орнына қойдың, көзді қойдың, мұрынды орнына қойып қойдың, қандай көрікті қылып жараттың, Аллаға шүкір деп айту керек болады екен. Ва каррама сурата вajhi ва хассанаха, және менің жүзімнің суретін ардақты қылдың және әдемі қылдың. Ва жаалани минал муслимин, және мен мұсылмандардан жасадың деп айту керек айнаға қараған кезде. Және одан да бөлек біз білетін Аллахумма кама хассанта халқи, менің жаратылысымды, мына бейнемді қандай көркем қылған болсаң, фахассин хулуқи, менің мінезімді де көркемет деп дұға қылу керек екен. Жақсы? Демек айнаға қарау ол жақсы. Айнаға қарап өзіңізді күтінетін болсаңыз, бұл мұсылманға сүннет болып табылады екен. Алла нығметіне шүкір ету болып табылады екен.